Құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 17-21 тамыз аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі кеңес өтті. Президент превенцияны жемқорлыққа қарсы тиімді саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде белгіледі. Кеңесте бөлінген қаражатты тиімді игеруді бақылау, тұрмыстық жемқорлықпен күресті күшейту, цифрландыруды жеделдету және қоғамдық бақылауды арттыру, жемқорлықпен күрес жөніндегі жол картасын әзірлеу туралы бірқатар тапсырмалар берілді. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың төрағалығымен ведомствоның жеке құрамымен және консультативті кеңесші органдарының өкілдерімен мемлекет басшысының жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі кеңесте берген тапсырмаларын орындау жөнінде онлайн кеңес өтті. Кеңесте агенттік төрағасы президенттің тапсырмаларын мүлтіксіз және сапалы орындаумен қоса жеке құрамның тазалығын сақтау, PBI жобасын жандандыру, цифрландыруды күшейту және жемқорлыққа қарсы күреске қоғамды белсенді тарту туралы нақты тапсырмалар берді. Алдағы уақытта агенттік жемқорлықпен күресте енжарлық танытқан басшылар туралы президентті хабардар ететін болады. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев президент тапсырмасын іске асыру мақсатында орталық және жергілікті мемлекеттік орган басшыларымен адалдық алаңы жобалық кеңселерінің жетекшілерімен тұрмыстық жемқорлықты жою мәселелері жөнінде онлайн кеңес өткізді. Кеңесте адалдық алаңның бюджет қаражатының жұмсалуын бақылауға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға және цифрландыруды жеделдетуге, мемлекеттік органдардың қызмет көрсетудің сервистік үлгісіне көшуіне қатысты рөлін күшейту мәселелері талқыланып, бірқатар ұсыныстар мен тапсырмалар берілді. Осы аптада Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың, Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев пен Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен жемқорлық мәселелеріне арналған кеңестер өтті. Онда агенттіктің аумақтық департаменттерінің басшылары мекеме тарапынан атқарылған жұмыстармен таныстырып, мемлекеттік мекемелерде жемқорлықпен күресуді күшейтуді ұсынды. Жиында өңір басшылары жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру және оның алдын алу туралы нақты тапсырмалар берді. Антикордың оңтүстік кореялық серіктесі профессор Юннан Қазақстанға шамамен 50 мың ақш долларын құрайтын салмағы 1,5 мың тонна гуманитарлық көмек келді. Келген 10 қорап антибиотик, 50 қорап дезинфекциялау құралдары мен 10 мың витамин инъекциялары, 20 мыңнан астам жеке қорғаныш құралдары СК фармация арқылы медициналық мекемелерге тегін таратылатын болады. Агенттіктің Антикор Лайф жобасының аясында Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысы Асхат Жұмағалидің, Шымкент қаласы мен Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасарлары Шыңғыс Мұқа мен Ғани Нығметовтың, журналист Михаил Казачковтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Барлық аумақтық департаменттерде 77 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 109 тікелей эфир өтіп, онда қоғамның өзекті мәселелері талқыланды. Сондай-ақ Антикор Ньюс жобасының аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы жыршылар сайысы туралы, агенттіктің жедел тергеу қызметінің нәтижелері туралы онлайн брифинг өтті. Осы аптада Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев пен аумақтық департамент басшылығының қатысуымен Тараз қаласында бірнеше қалалық бөлімдер сервистік қызмет көрсетуге көшті. Мұнда ауыл шаруашылығы мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, құрылыс және кәсіпкерлік салалары бойынша 20 мемлекеттік қызмет көрсетілетін болады. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданында, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында, Алматы облысының Іле ауданында және Ақмола облысының Аршалы ауданында жергілікті мемлекеттік орган өкілдері мен агенттіктің аумақтық департаменті басшыларының қатысуымен сервистік әкімдіктер ашылды. Еске сала кетсек, қазіргі таңда елімізде 190 сервистік әкімдік халыққа қызмет көрсетуде. Осы аптада бірқатар сыбайлас жемқорлық қылмыс фактілері тіркелді. Алматы қаласында сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау күдігі бойынша Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары мен оның сенімді серігі әшкереленді. Олар қала кәсіпкерінен 10 миллион теңге сомасында ақшалай қаражат алу үстінде қолға түсті. Сондай-ақ Алматы қаласында кадрлық бизнес ұйымдастыру арқылы жүйелі түрде пара алу күдігіне ілінген әскери өкілдіктер орталығының әуе қорғанысы күштері бағытының бастығы, Қорғаныс министрлігінің кадрлар департаменті бастығының бұрынғы орынбасары мен взвод командирі әшкереленді. Ақтөбе облысында мектеп құрылысына бөлінген 60 миллион теңгені жымқыру күдігіне ілінген облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының бұрынғы басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысында Қазавтожол ұлттық компаниясының облыстық филиалының басшылығы күрделі жөндеуге бөлінген 13 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша күдікке ілініп, тергеу басталды. Солтүстік Қазақстан облысында 2 миллион 600 мың теңге көлемінде ақшалай пара алу күдігіне ілінген облыс әкімі аппаратының басқарма басшысы мен оның орынбасарына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Осы аптада агенттік аяқтаған қылмыстық істер бойынша 12 тұлғаға қатысты 9 айыптау үкімі шықты. Оның 6-ы түрлі деңгейдегі басшылар. Лауазымды тұлғаларға пара беру фактілері бойынша 5 адам, алаяқтық фактісі бойынша 1 адам сотталды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 17-21 тамыз аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағым жаңалықтармен жүздесейік.